Қостанай облысының 3000-ға жуық тұрғыны 1 сәуірге дейін темір тұлпарлар үшін салық төлеуге төлеулер қажет. Себебі былтырдың өзінде 19 қостанайлық жаза арқалаған болатын. Одан бөлек 40 шақты автокөлік айып тұрағына қойылған. Биылғы жылдың 1 сәуіріне дейін қостанайлықтар темір тұлпарлар үшін салық төлеуі керек. Төлем машинаның тікелей қозғалтқышына байланысты. Егер көп үлкен болса, соған сай салық төлеуге міндетті болады. Қазір төлем үйден шықпай-ақ телеграм-бот арқылы жүзеге асырады. Хотелось бы отметить, да. Автокөліктің салығы дер кезінде төленбесе, онда арнайы мәжбүрлі төлету шарасы қолға алынады. Әуел басында қарыздың бар екенін ескертетін хабарлама жібереміз, сол уақытта 30 күн ішінде төлеуі керек. Өйткені одан кейін бірден жеке сот орындаушыларына жіберіледі. Қостанайлықтардың қазіргі автокөлік салығы үшін берешегі 120 миллион теңгеге де жетеді. Бұлардың арасында айлап жылдап төлемейтіндер де кездеседі. Мәселен, бір тұрғынның 2 миллион теңгеге салық бойынша берешегі бар. На протяжении 3 лет 3 жылдан бері салығын төлемей келе жатқан Қостанай облысының тұрғыны бар. Оның қарызы қазіргі уақытта 2 миллион теңге. Оның ісі жеке сот орындаушыларында. Қазір іздеу жұмыстары жүріп жатыр. Былтырғы жылы 19 қостанайлық автокөлік салығын төлеуден жалтарғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын. Одан бөлек 40 шақты темір тұлпар автотұраққа уақытша тоғытылды. Сондай-ақ 3 күннен 5 күнге дейін қамаққа алынғандар да жоқ емес.